Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір соғыстан келе жатқан кезде барлық сахабаларына: "Ей сахабаларым, бізді бұдан да үлкен жихад күтіп тұр" деген екен. Сол кезде қаншама бауырларынан айырылған, қаншама қандар төгілген сахабалар: "Ей Расулалла, бұдан да үлкен соғыс бар ма?" деген екен. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Әрине, ол соғыс біздің ішіміздегі нәпіспен" деген екен. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нәпіспен соғыстың үлкен жақтарын бізге былай деп баяндайды. Мәселен, кез келген соғыстың екі жағы болады. Бірі жеңіс, бірі жеңіліспен аяқталады. Қаншалықты мүшриктермен, кәпірлермен соғыссаңыз, я жеңесіз, я жеңілесіз. Екеуінде де мұсылман үшін ұтылыс жоқ екен. Алайда нәпіспен соғысудың үлкен жағы тек қана оны жеңу керек екенсіз. Яғни нәпіспен 3-4 жыл, 5-6 жыл соғысып, содан кейін ол соғыс тоқтады деген мәселе жоқ. Сондықтан нәпіспен соғыс біздің ақырғы өмірімізге дейін, яғни кеудеден жанымыз шығып қабірге кіргенге дейін жалғасатын соғыс, ол тек қана нәпіспен соғыс екен. Міне осы джихадул акбар, яғни нәпіспен соғысуды ең үлкен соғыс деген пайғамбарымыздың осы бір сөзінен Хазіреті Али радиаллаху ан бір кәпірлермен соғысып жатқан кезде әлгі кәпірді жерге алып жығып басын шаппақшы болған кезде әлгі кәпір Хазіреті Алидің бетіне түкірген екен. Сол кезде Хазіреті Али бойында ашу ызасы келіп, сол кездегі іс-әрекетін тоқтатқан екен. "Тұр, сенімен қайтадан соғысам" деген екен. Әлгі кәпір айтқан екен: "Мен астыма жығылған сәтіңізде сіздің ызаңызды келтіріп, ашуыңызды келтіріп, тездетіп мені өлтіріп тастауыңды қаладым" дейді. "Сен неге мені өлтірмедің, осындай мүмкіндікті пайдаланып" деген кезде Хазіреті Али айтқан екен: "Мен Алланың разылығы үшін соғысқа қатыстым. Мен Алланың разылығы үшін соғысам. Мен өзімнің жеке нәпсім үшін, ашуым үшін, кек алу үшін соғыспаймын" деген екен. Әлгі кәпір Хазіреті Алидің осы бір таңғажайып оқиғасына, іс-әрекетіне ырза болып, "Онда сендердің діндерің хақ, ла иляха иллалла, Мұхаммадар Расулалла" деп дінге кірген екен. Алайда мұсылманның жеңісі өз нәпсісін жеңіп, осылай мұсылманшылық сипатты көрсету, ол мұсылманшылықтың ең үлкен жеңісі болып есептеледі. Кейбір дүниялық істерде екіге бөлініп, жікке айырылып, өзіміздің нәпсімізді, өзіміздің құлқымызға қарай ыңғайлап жатамыз. Алайда соғыс кезеңдегі Хазіреті Алидің осы бір ерлігі шынымен де таңдай қақтырарлық ғажайып сәт. Сондықтан нәпіспен соғыс біздің ақырғы өмірімізге дейін, яғни нәпіспен соғысудың ең үлкен жағы біздің қабірге денеміз кірем дегенге дейін ол соғыс аяқталмайды екен. Және нәпістен тек қана жеңу керексің. Мәселен, кәпірден жеңілсең, шахид болып кеттің, жеңсең, жеңілдің. Жеңсең де, жеңілсең де мұсылман үшін ұтылыс жоқ. Ал нәпіспен соғысу тек қана оны жеңу керексің. Нәпістің қолынан жеңіліп қалып, шахид болдым деген атақ жоқ. Сондықтан бұл нәпіс біздің негізгі жауымыз болып есептеледі. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.